Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бірнеше минуттарда дайын болатын өте дәмді сұлы печеньесін әзірлеймін. Мен нағыз сұлы печеньесін жанкүйері және жақсы көретін адам ретінде сізге айта аламын. Бұл печенье кез келген дүкеннен 1000 есе дәмді болып шығады. Расымен өте дәмді, хош иісті, сырты қытырлақ, ал іші өте жұмсақ. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп менімен бірге әзірлеңіз. 220 грамм тұтас дәмді сұлы жармасын блендерге салып ұнтақтап аламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Жеті грамм құпсытқыш және 2 грамм даршынды қосып араластырамыз. Шұңғыл ыдысқа 1 дана жұмыртқа, шым-шым тұз, 80 грамм қантты қосып араластырамыз. Міне бізде осындай сұлы ұны шықты. Сіздерде қатты ұнтақталмаса ештеңке етпейді. Сұйық массамызға сұлы ұнын саламыз. Жүз грамм бөлме температурасындағы сары майды қосып, бәрін бірге біріктіреміз. Қамыр қолымызға жабыспас үшін салқын сумен кішкене сулап алуымыз қажет. Грек жаңғағынан сәл үлкендеу қамырды алып, дөңгелек пішінге келтіреміз. Келесі саусақтарымызбен үстінен басып, жалпақтау орташа көлемге келтіреміз. Пісіретін табамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне қоя бастаймыз. Печеньеміз үлкейетіндіктен бір-бірінен алшақтау қоюымыз қажет. «180 градуста қызып тұрған пешке конвекциясыз жоғарғы және төменгі режиммен 15-20 минут пісіреміз. Печенье қызаруы керек. Егер сіз оны сәл ертерек алсаңыз, ол жұмсақ болады. Егер де сәл ұзағырақ ұстасаңыз, яғни 20 минуттай, ол қытырлақ болып шығады. Отбасыңызға осындай өте дәмді, хош иісті сұлы печеньесін әзірлеп беруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.